Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Үш нәрсе адам баласының өмірінде ешқашан қасіретке ұшыратпайды. Үш нәрсе ешқашан қасіретке ұшыратпайды. Алла Тағала Фатыр сүресінің 29 аятында айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина ятлуна китабаллах. Арасында Алланың кітабын оқушылар дейді. Ва қаумус-сала, намаз орындаушылар дейді. Намаз оқушылар дейді. Ва анфақу мимма разақнахум, және нәпақат жасаушылар дейді, жұмсаушылар дейді. Мимма разақнахум, біз оларды ризықтандырған нәрсемен дейді. Садақа жасаушылар, отбасыларын қамтамасыз етушілер, жақындарын, туған туыстарын. Сирруну алания, жасырын түрде, ва алания, және жария түрде дейді. Ярджуна тижара, олар дейді бір пайданы қалайды дейді. Бір пайдаға үміт етеді дейді. Бір саудаға үміт етеді дейді. Лән табур, ешқашан қасіретке ұшыратпайтын дейді. Ешқашан құрдымға жібермейтін дейді. Намаз оқу, Алланың кітабын оқу, Құран оқу, және алинфақ, бұл Алланың жолында жұмсау. Осы үш нәрсе ешқашан адам баласын қасіретке ұшыратпайды дейді. Аллаху тағала алам.